Бауыржан мырза, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен атым Бауыржан Зәкиұлы. Мен Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесімін, антикор еріктісі, бұрынғы прокуратура органдарының қызметкері, кәсіби заңгермін. Жалпы бүгін Қарағанды қаласында Сарқан төріне қош келіп жатырмыз. Еліміздің, тәуелсіз еліміздің түкпір-түкпірінен келген қоғамдық кеңестің мүшелері сіздерге өте көп рахмет. Және де мынандай тікелей эфирде Сарыарқа телеканалында қоғамға, оның ішінде мына сіздің тұрғындарға, бүкіл Қазақстанға біздің пікірімізді, ойымызды таратуға үлес қосқандарыңызға алғысымды білдірем. Енді жалпы қоғам белсенділері, оның ішінде әлеуметтік мәселелерді көтеріп, талдау жасап, ашық ақпараттарды пайдаланып, былай айтқанда ешкімнен қорықпай, сол шындықты әлеуметтік желілерде және де журналистер мен бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен тікелей халыққа жеткізіп, және де халықтың да көкейкесті мәселелерін билікке жеткізе білетін қазіргі уақытта қоғам белсенділері, азаматтар, депутаттар, оның ішінде әсіресе өзіміздің әріптестер, қоғамдық кеңестердің мүшелері бұл қазіргі уақытта халықтың, жұрттың, елдің бір сүйіктілеріне айналып отыр. Өйткені бұл шындық. Себебі жалпы қазіргі уақытта халық пен биліктің арасындағы диалог ол бар болғанмен кейбір жағдайларда сол алтын көпір өзінің бір жалғасын таппай жатады. Сол және де әсіресе мына халыққа бір өзекті мәселелер туындаған кезде, мына биылғы көктемдегі мысалға су тасқыны бірнеше облыстарда болған, бағаның көтерілуі, мемлекеттік сатып алудағы жойқын бір сіңіп кеткен коррупция, немесе қазақ коррупциясының феномені деген сияқты басқа да бір осындай бір үлкен мәселелер көтерілген кезде, жалпы биліктің алдындағы және де халықпен диалогты жасайтын осындай қоғам белсенділері. Мен оны өзім тікелей көзім жетті, және де біз сияқты осындай ашық пікірді айтатын, талдауды жасап, және де ойын емін-еркін айта алатын белсенділерді жалпы өздеріңізге белгілі 22-ші жылы болған қанды қаңтардан кейін қоғамдық кеңеске тарта бастаған болатын. Енді содан бері қарайды, әрине менің өзім көріп жүргенде араласатындай басқа облыстарда да, біздің аймақта да, батыс Ақжайық өңірінде де бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Енді әрине түсінікті, заңнамаға сәйкес көп мүшелерде, қоғамдық кеңесте көп құзыретте, өкілеттіктерде көп емес. Бірақ дегенмен де өздеріңізге белгілі, мына 20-шы жылдан бері дайындалып келіп, биыл 23-те ғана тек дайындалып, биыл 4 сәуірде күшіне енген қоғамдық бақылау туралы заңда қазіргі уақытта біраз көмегін беріп жатыр. Өйткені қоғамдық бақылау аты айтып тұрғандай мемлекеттік органдардың ашықтығын, қандай проблемаларды шеше алады және шешілмей тұрған түйткілді мәселелерді неге осы уақытқа дейін жеткізеді деген сұрақтарды осы қоғамдық кеңестің мүшелері сол бірігіп осындай мәселелерді көтеріп әкеліп биліктің алдына, жергілікті атқарушы органдардың алдына, құқық қорғау органдарын шақырып отырып, талдауларды, ашық кеңестерді талқылап жүрміз. Енді ол тек бізде емес, барлық жерде, барлық кеңестерде солай. Енді бірнеше менде өзіміздің Батыс Қазақстан облысынан бірнеше мысал келтіріп өтейін. Мысалға 23-ші жылғы үлкен бір талдау жасаған болатынбыз. Бұл мемлекеттік сатып алуларда шарты 1 миллиард теңгеден асатын үлкен жобалар. Яғни бұл ғимараттар салу, ғимараттарды күрделі жөндеу, бұл жол, асфальт төсеу, ауылдарға су құбырын тарту, осындай үлкен шарттардың бәрін талдай келе біздің осы былай белсенді мүшелердің анықтағанымыз, бұл әрбір 4-ші нысан осы мемлекеттік сатып алу бойынша тағы да қайталап өтейін, ол шартының сомасы 1 миллиард теңгеден асатын. Әрбір 4-ші, яғни 25% бұл дәлелсіз себептермен өз уақытында аяқталмайды екен. Яғни ол жерде ақша жетіспеуі мүмкін, ол жерде мердігердің жауапсыздығы болуы мүмкін, ол жерде техникалық және де авторлық қадағалаудың дұрыс қадағалау жасамауы, тапсырыс берушінің көбінесе бұл жерде бұл мемлекеттік мекемелер, олардың бақылау жасамаудан. Яғни көптеген факторлар бар, және соның барлығы да неге әкеліп соқтырады, ол сол көбіне әлеуметтік нысандардың дер кезінде тапсырылмауы, жасалмауы, және ең бастысы сапалы жасалмауына кейде осындай жағдайларға келтіріп отырады. Енді осының барлығында әрине талдап қарайтын болсақ, заңнамамен бізге де бірнеше жалпы қарапайым азаматқа қоғамдық бақылау жасау функциясы, қарапайым азаматқа, ол қоғамдық кеңес мүшесі болсын, ол мемлекеттік қызметші болсын, яғни студент болсын, оның функциялары яғни берілген. Бірақ дегенмен де осы мәселелерді жеткізу, осы мәселелерді жалпы талқылау, және де осы
проблеманы әкеліп қалай біз шеше аламыз, және де осы проблеманы шеше алатын тұлғалардың алдында біз қандай сұрақпен қоя аламыз деген мәселелерді енді көтеріліп жүр. Және де тағы бір қосып өтерім, осы мәселелерді талдай келе біз анықтағанымыздай, осыған біліктілігі мен тәжірибесі жетпей жататын бізде азаматтар көп. Ол банағы жастарды айтайық, ол өзіңіз сияқты журналистерді айтайық, басқа да депутаттар да болады. Осындай яғни біліктілігі жетпей жатқан кезде біздің тағы бір ұсынғанымыз, өзіміздің бір идеямыз ретінде, бұл осы қоғамдық бақылаумен жалпы мемлекеттік сатып алуға, оның ішінде мониторинг жасауды үйрету, оқыту курстары, тренингтарын жасап шығардық. Және де былтыр ең бірінші өзімізден, яғни біздің Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық кеңестің мүшелерінің арасында шағын семинарымызды жасап, соларға үйреттік. Яғни біз әрине жиналыстарда, кеңестерде өзімізге келген атқарушы органның өкіліне сұрақ қоюдан бөлек, біз қалай ол талдауды жасаймыз және қалай осы сұрақты жетене білеміз дегенге байланысты сол мәселелерді біз қазір былтыр сол семинарларды үйреттік, және биылда бірнешеуін өткізіп, қазірде енді мына аудандық қоғамдық кеңестерді қамтып жасағымыз келеді. Содан кейін біз және де одан кейін ол форматымызды үлкейтіп, яғни былай айтқанда жалпы жұртшылыққа, белсенді студенттерге, жастарға, әсіресе жастарға, мүмкін мемлекеттік қызметші болсын, басқа да кәсіпкерлер саласында болсын, осыларды қоғамдық бақылау мен мониторингті жасап, біздің, яғни қоғамдық кеңестің көмекшісі ретінде біздерге былай айтқанда талдау әкеліп, бір проблеманы жинап, қорытындылап әкеліп беретіндей азаматтарға жалпы ілім, білімнің біліктілігін үйреткіміз келеді. Және де ол үшін барлық біздің тәжірибеміз де, барлығы да қажетті заттарымыздың барлығы да бар. Сондықтан енді ойымды қорыта келе, қоғамдық кеңестің мүшесі болу, әрине, ол үлкен құрмет. Біз кейбір депутаттар сияқты бюджеттерді, қалай деп айтады, бюджетті нақтылаған кезде бюджеттің бекітпегенмен де біз сол бюджеттік бағдарламалар арналатын, халыққа арналған, қарапайым тілмен айтқанда, мысалға абаттандыру мәселесі бойынша қалай сол жүзеге асады, қашан жүзеге асады, және сапалы болады ма, және кім осыған жауап деген сұрақтарды біз ең басы тікесінен билік өкілдеріне, жаңағы айтқан жергілікті атқарушы болсын, басқа да мемлекеттік құзыретті және өкілетті органдардың әсіресе бірінші басшыларына қоя аламыз. Біздің енді басты айырмашылығымыз жалпы депутаттармен енді оларды енді айтып өтуіміз жөн. Қазіргі уақытта біздің талдау анықтап отқанда, депутаттарда жеке айтқанда қызығушылығы, мүддесі бар. Өйткені ол халықтан өкілі ретінде сайланған лауазымды тұлға ретінде бюджетті қарастырады, бекітеді, сұрайды, тапсырма береді, орындауын қадағалап отырады. Бірақ екінші жағынан қарайтын болсақ, сол депутаттар сол мемлекеттік сатып алулар бойынша олар мердігерлер. Яғни өзі шығарып, өзі бекіткен бюджетті орындайтын да солар. Сондықтан да бұл жерде әңгіме кейде туындайтын да содан. Бұл яғни халықтың өкілі ме, әлде бұл жерде бизнестің жеке мүддесі де қызығушылығы көп па деген. Әрине біз бизнесті әрқашан қолдауға дайынбыз, қолдаймыз, бірақ дегенмен де бұл жерде кейде бір жағдайларда мүдделер қақтығысы болып тұра ма деген енді жалпы сұрақ қой. Өйткені жалпы біздің Қазақстан бойынша талдау жүргізгенімізде бұл қалалық, облыстық мәслихаттарда әсіресе 40 пен 60% ортасында депутаттар, бұлардың барлығы да бизнес өкілдер, және де олар мемлекеттік сатып алулардың бірден бір қатысушылары. Сондықтан да біздің де банағы айырмашылығымыз бұл жерде біздің жеке табыс табуға бизнесімізге қатысты қызығушылық бұл жерде жоқ. Бұл шынында да халықтың ашы айқайын, шындығын, және де олардың жеткізе алмай жүрген мәселелерін тиісті жерлерге апарып көрсету. Енді сәл сайлау бойынша да қосып өтім ет, өйткені сайлау міндетті түрде болу керек, сайланған жақсы адамдардың қатысатыны. Жалпы заңгер ретінде айта алатын, әр азамат дауыс бергенде, сайлағанда, немесе өзі барып ұжымдық емес, өзі арыз жазған кезде, ол өзіне де бір міндет алады. Және де әлгі әкім де, немесе де басқа лауазымды тұлғада, депутат та осыдан сайланған халықпен бәрі олар кішкене де болса ішінде бір енді имену ме екен,
қорқу ма екен, немесе де бір жауапкершілікті ол сезінеді, өйткені ол түсінеді, оны халық сайлаған. Және де банада сіз әріптесім айтып отқандай, Рүстем, дұрыс айтасыз, артынан сенімсіздік білдіретін болса да, сол халық бірнеше пайыз жиналып, оны сенімсіздік білдіріп, ол хат арқылы болады ма, өтініш арқылы жасайды ма, оған бұл айтқанда оны ауыстыру жөнінде немесе де басқа да өзінің шағымын түсіре алады. Және тағы бір ой қосып өтерім, жалпы біздің болашақта келетіміз, мына тек қана жергілікті атқарушы органдарының басшылары емес, құқық қорғау органдары, әсіресе полиция мен прокуратура органдарының басшылары да халықтан сайланатын болса, және олар сондай сайланатын жағдайға міндет алуға дайын болатын болса, осы жұмысқа келгенде құқық қорғау органдарын басқарғанда бір өңірдің криминалдық жағдайын бақылап отырғанда халықтың алдында қалай жауап бере аламын деп жұмыс жасайтын болса, сайланғаннан кейін жұмыстары менің ойымша 200-300%-ға артады. Өйткені қазіргі жағдайда көрсетіп тұрғандай, бізде тек қана бір нәрсе, бір резонанс, басқа да айқай-шу, кәдімгідей бір Құдай сақтасын, енді қан төгілген оқиға болғаннан кейін ғана олардың бастары тек брифингтерде, осындай жерлерде телекамералар мен мобилографтарының алдында ғана жиналып жатады. Сондықтан да бұл да менің ойымша бір болашақтың әңгімесі. Яғни халық та осы күштік құрылымдардың басшыларын енді тікелей бақылай алмаса, сайлау арқылы олардың да жұмысының есептерін біліп отыру қажет. Рахмет. Енді мен қосайын дегенім, осы бүгінгі аймақтан келген әріптестеріміз Қазақстан азаматтық альянсының бірлестігінің арқасында осы мүмкіндікті пайдаланып, сол ұжымға, бірлестікке рахмет айтқым келіп тұр. Үнемі бізді Астанаға шақырып үйретеді әріптестерімізді. Міне қазір осындай стадия тур ұйымдастырып отқанына үлкен рахмет айтамыз. Благодарим Гражданский альянс Казахстана за организацию стадии тура. Рахмет.